Карамельді сникерс пирогын дайындайтын боламыз. Бізге керегі ұн, какао, қамыр қабысытқыш, барлығын араластырып, бөлме температурасындағы сары майымызды салып, үстінен жұмыртқамызды, қантымызды салып, жұмсақ қамыр дайындайтын боламыз. Қамырымызды илеп болған соң пакетімізге салып 5-10 минутқа тоңазытқышқа жіберетін боламыз. Салмасын дайындаймыз. Бізге керегі қаймақ, вареный сгущенка және де жұмыртқа, крахмал қажет. Барлығын араластырып, салмасын дайындап алатын боламыз. Осылайынан қамырымызды шығарып, формамызға жайғастырып алатын боламыз. Үстінен салмасын құйып, 180 градуста 30-35 минутта пісіріп алатын боламыз. Шоколадымызды ертіп, орехымызды салып, пирогымыз суыған соң бетіне осылайынан құйып шығатын боламыз. Пирогымыз дайын. Міндетті түрде сіздерде жасап көрулеріңізді сұраймын. Пирог өте дәмді, жұмсақ, дәмі де ерекше болып шығады. Сіздерге менің жасаған видеом ұнаса, менің парақшама тіркеліп кетулеріңізді сұраймын.